Армысыздар қадірлі көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда мен Аяулым Көлжігіт және әріптесім Бұлбұл Қалнырқызы. Бүгінгі шығарылымнан көретіндеріңіз. Шерзат Полаттың әкесі Қаржаубай Нұрымов айыпталушылардан моральдық және материалдық шығын талап етті. Сотталушылар мен олардың қорғаушылары бұған не дейді? Масан күйде туған анасын соққыға жыққан. Шымкентте кейуананы таяқтың астына алған ер адам түрмеге жабылды. Тәнін түзетемін деп жан тапсыра жаздады. Алматыда липосакция отасын жасатқан әйел жүре алмай қалды. Оқыс жағдайға дәрігерлер кінәлі ме? Осы және өзге де ақпаратты толығырақ тарқатсақ. Шерзат Полаттың әкесі Қаржаубай Нұрымов айыпталушылардан моральдық және материалдық шығын талап етті. Түстен кейінгі отырыста жәбірленуші тараптың адвокаттары бұл бойынша өтініш арыз берді. Қорғаушының сөзінше, Абзал Шынасылдан жерлеу рәсіміне кеткен шығын ретінде 2 миллион 794 мың теңге талап етілуде. Бұдан бөлек Абзал Шынасыл мен Равиль Сакиевтен жәбірленуші Қаржаубай Нұрымовтың Шерзаттың анасы мен әжесінің пайдасына әрқайсысына 100 миллион теңгеден моральдық зиян өтеу сұралды. Яғни екі айыпталушыдан 150 миллион теңгеден талап етіліп отыр. Ал өзге сотталушылардан жалпы сомасы 120 миллион теңге өтемақы өндіру туралы өтініш берілді. Алайда айыпталушы тараптың қорғаушылары да сотталушыларда талап арызды қанағаттандырмауды сұрап отыр. Біз моральдық зиян жан азабын шеккендігін психолог зерттеу қорытындысымен негіздеп отырмыз. Яғни бұл психолог зерттеу қорытындысы 57 нөмірлі біз сот кабинеті арқылы сотқа ұсындық. Құрметті сот, бұл талаптан бас тартуын сұраймын, қанағаттандырғызбауыңызды. Мойындамаймын. Себебі мен өздеріңіз көргендей видео техтан, фото зерттеуден бәріне мен Полат Шерзатқа жақындаған жоқпын, оны ұрған да жоқпын. Мен тек қана Гайпаев Нұрғанатты 2-3 рет тепкем. Мен сол үшін есептеп қарасам 150 миллион теңге болып тұр. Мен 3 рет тепкенім үшін 150 миллион теңге. Бас тартуын сұраймын бұдан. Шымкентте анасымен жанжалдасып қалған азамат оны соққының астына алды. Оқиға кезінде ер адам масан күйде болыпты. Ал туған ұлынан таяқ жеген кейуана баласына қарсы арыз жазуға мәжбүр болған. Сотта 35 жастағы тұрғынның кінәсі толық дәлелденіп, 12 тәулікке түрмеге жабылды. Жәбірленуші анасының бұған дейінде осындай оқиға бірнеше рет қайталанғанын айтып жеткізді, және де қазіргі таңда сотталушыға кешірім бермейтінін, оған заңға сәйкес жаза тағайындауды сұрады. Бұл азамат алдында сотты болған, денсаулыққа қасақана орташа зиян келтіру бойынша қылмыстық жауапкершілікке тартылған, алайда жәбірленушінің татуласуына байланысты 68-ші бабын басшылыққа ала отырып, іс тоқтатылған. Алматыда тәнін түзетемін деп ота жасатқан әйел жүре алмай қалды. 34 жастағы келіншек атақты клиникалардың бірінде липосакция операциясын жасатып, бірнеше апта бойы төсектен тұра алмай қалғанын айтып шағымданды. Мұны ол дәрігерлердің салғырттығынан көріп отыр. Ал халаттылар кінәні мойындаудан бас тартқан көрінеді. Тараптарды Әйкерім Пернебек тыңдап келді. 32 жастағы қала тұрғыны Әйгерім Жасқадырова дене бітімін қалауынша өзгертемін деп ұзақ ойланып талай таңдаудан кейін Алматыдағы танымал жарнамасы жер жаратын клиникалардың біріне жүгінген екен. Алғашқында ота сәтті аяқталғандай көрінген, бірақ қуанышы ұзаққа созылмады. Бірнеше күннен соң келіншектің аяғы ісіп, ауырсынуы күшейе бастаған. Жағдай күн сайын ушыға беріп, ақыры 7 күннен соң әйел клиникаға қайта жатыпты. Ең сорақысы, науқастың айтуынша дәрігерлер оның ауыр халін елемей, ем көрсетпеген. Ақыры ауру асқынып, аяғын баса алмай жүріп тұрудан қалған кезде әйелді басқа клиникаға жіберіпті. Уже пошел второй месяц. Отадан кейін денем ісіп қатты ауыра бастады, бірақ клиникадағы дәрігерлер маған қорықпа, бұл ірің емес, жай ғана ісік. Бәрі өтеді деп жұбатумен болды. Осылайша мен клиникада 5 күн жаттым. 5-ші күні жағдайым тіптен қиындады. Есімді жинай алмай, тіпті сөйлей алмай қалдым. 25-ші сәуір күні анам келді. Мені көріп дау шығарды. Анам талап етіп жүріп, УЗИ жасауға маман шақыртты. Ол басқа клиникадан келген еді. Сол маман менде серома барын айтты. Ал іріңнің бар жоғын көру керек болды. Сол күні клиника консилиум жинады. Бәрі абдырап не істерін білмей қалды. Мен 2-ші клиникаға түскенде ондағы дәрігерлер мені көріп, шошып әрең қабылдады.
Енді денсаулығынан айырылған әйел әділдік іздеп жүр. Ол липосакцияға 2,5 миллион теңге төлеген екен. Шарт бойынша оңалу кезеңнен кейін келіншек өз дегеніне жетіп, қиындықсыз жүріп тұруы тиіс еді. Ол болса, өздігінен аяқ баса алмайды. Еңбекке жарамсыз болып қалған. Естественно, она может рассчитывать на моральную компенсацию. Біз бұл жағдай бойынша денсаулық сақтау министрлігіне де арыз түсірдік. Жекеменшік клиниканың лицензиясы, қызметі, науқасқа көрсетілген емнің заңдылығы толық тексерілсін деп талап еттік. Жақын күндері әйгерімнің алған жарақатының дәрежесі жайлы қорытынды шығуы тиіс. Меніңше бұл қылмыстық іс, өйткені бұл әрекеттер қылмыстық кодекстің аясында дәрігерлік салғырттық пен тиісінше көмек көрсетпеу баптары бойынша қарастырылады. Оған қоса әйгерім моральдық өтемақы алуы тиіс. Келіншек липосакциядан кейін тағы бірнеше отаны бастан кешіріпті. Ақыры дәрігерлер сепсис анықтап, оның жамбасынан 1,5 литр ірің алып шыққан. Ең сорақысы, осындай халде ашық жарамен 20 күн жатқан науқасқа 3 рет қан құйылған екен. Науқаста сепсис анықталды. Оның силиконды протездерді имплантациялаумен жасалған мамопластикадан іш, сан, иық аймағының липосакциясынан бөксе аймағына жасалған липофилингтен кейінгі жағдайы ауыр дәрежедегі уытты анемия. Отадан кейінгі 2-ші тәулікте жағдайы нашарлады. Оң жақ сан аймағында ісінудің ұлғаюы, ауырсынуының күшеюі, дене қызуының 38-9 градусқа дейін көтерілуі байқалды. Түскен кездегі жалпы жағдайы өте ауыр бағаланды. Салғырттық танытты деп айыпталған клиникаға барып, мән-жайды білуге тырыстық. Алайда бізді ешкім жоқ деп тез шығарып салуға тырысты. Кейіннен біз хирургтың өзімен байланысқа шығып, сұрақтарға жауап алдық. Маманның айтуынша, ота ойдағыдай өтіп, ауытқулар болмаған. Ал науқастың денсаулығының күрт нашарлауын дәрігер келіншектің өзінен көріп отыр. Операция прошла у нас хорошо. Ота жақсы өтті, ешқандай қиындық болған жоқ. Науқастың жағдайы қанағаттандырарлық деп үйге жібердік. Бір аптадан соң ол қайта келіп ауырсынуға шағымданды. Біз оны қайта қабылдап, диагноз қою мен ем жүргізу үшін барлық шараларды жасадық. Диагноз нақты анықталған соң біз оны мамандандырылған клиникаға жібердік. Қазір сол жақта ем алып жатыр. Қазір бұл іске қатысты қылмыстық іс қозғалып, медициналық мекемеге қатысты сараптама тағайындалды. Аталмыш дерек бойынша Бостандық аудандық полиция басқармасына қарасты полиция бөлімінде арыз тіркеліп қабылданған болатын. Қазіргі таңда қылмыстық іс жүргізу кодексінің нормаларына сай медициналық қызметті көрсету сапасын тексеру бойынша департаментке іс материалдары жіберілетін болады. Қазір 2 баланы жалғыз асырап отқан Әйгерім Жасқадырова жұмысқа жарамсыз болып оңалтудан өтіп жатыр. Сұлулықтың соңы сұмдыққа айналмас үшін оған сапалы медицина керек. Әзірге науқасқа сараптама нәтижесін күту қалды. Егер кінә дәлелденсе, дәрігерлердің салғырттығы заңмен жазаланбақ. Әйгерім Пердебек, Ернат Болатбек, Алматы телеарнасы. Қазақстан аэромобильді хабтар салуға күш жұмсамақ. Смарт көлік және логистика әлеміндегі бұл қадам көбістің тінін тарқатуға сеп болмақ. Себебі аэромобильді технологиялық прогресс сәт сайын дамып келеді. Елімізде осы өркениеттен шет қалмау үшін вертипорттарды енгізіп, аэромобильді инфрақұрылымның иінін қандыруға көшті. Мұндай жобалар әлемде қарқынды дамуда. Мәселен, Ұлыбританияның Ковентри қаласында орналасқан Urban Airport жобасы бар. Ал Joby Aviation атты америкалық компания Дубай халықаралық әуежайында 4 вертипорттың алғашқысының құрылысын бастады. Айта берсек, мысал көп. 2025-2029 жылдары әлем бойынша жалпы құны 1,5 миллиард ақш долларынан асатын 1500-ден аса вертипорт салынбақ. Бұл нарықта Қытай көш бастап тұр. Алдағы 3 жылда 182 вертипорт салу қарастырылыпты. GMI аналитиктерінің дерегіне сүйенсек, былтыр жаһандық озық әуе мобильдігі нарығы 11,5 миллиард ақш долларына бағаланса, 2034 жылға қарай ол 73,5 миллиард доллар болмақ. Жүк тасымалда өсіп 26,4 миллиард долларға жетеді. Мұндай өсімге электронды коммерция индустриясындағы сұраныстың артуы түрткі болыпты. Сонымен қатар автономды технологиялар саласындағы жетістіктермен ұшқышсыз ұшу аппаратының дамуы жүк тасымалдау тиімділігін еселеді. Ал Қазақстанның бұл уақытта әлеуеті зор, мұндай аппараттар шалғай елді мекендер арасында жүреді. Шұғыл жеткізу, дәрі-дәрмектер, бөлшектер мен аса маңызды өнімдерді тасымалдауда қолайлы. Бұл шешім әсіресе табиғи апаттар кезінде аса қажет. Алатау және
және Алматы қалаларының арасында Urban Air Mobility әуе көлігі үшін сынақ жасау ортасын және жұмыс тобын құру жоспарланды. Аэромобильдер жолаушылар мен жүктерді тасымалдау үшін пайдаланылады. Алатау ерекше назар аударатын аймақ болғандықтан онда аэромобильді шешімдерді қалалық және технопарктік ортада сынақтан өткізу мүмкіндігі бар. Ғылыми зерттеу институттары, стартаптар, IT компаниялар мен көлік институттарының болуы Алатауды пилоттық жобалар мен демонстрациялық бастамалар үшін қолайлы алаң етеді. Алматыда мүмкіндігі шектеулі азаматтарды барынша қолдауға ерекше ден қойылып отыр. Бүгінде шаһарда мұндай жандардың саны 60 мыңға жетеді. Жүйке жүйесі аурулары бар және тірек қимыл аппараты бұзылған олар медициналық психологиялық көмектен бөлек оңалту шараларына зәру. Осында ерекше жандарды қоғамға бейімдеп қамқорлық жасайтын мекемелерде оңалғандар көп пе? Онда қалай тіркелуге болады? Бұл жөнінде студиямен тікелей байланысқа қосылған Парасат әлеуметтік қызмет орталығының директоры Нұрғайым Дүйсенбаевадан сұрап білсек. Нұрғайым Тоқанқызы, кеш жарық. Кеш жарық. Нұрғайым ханым, өзіңіз жетекшілік етіп отырған орталық жайында толығырақ ақпарат берсеңіз, жұмыс істеп тұрғанына қанша жыл болды, қандай қызметтер көрсетіледі? Алматы қаласы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының Парасат әлеуметтік қызмет орталығы 1992 жылы негізі қаланған. Бұл мекемеде 1,5 жастан 18 жасқа дейінгі тірек қимыл аппаратында ақауы бар және психоневрологиялық аурулары бар және 18 жастан асқан психоневрологиялық ауытқулары бар мүмкіндігі шектеулі жандарға жартылай стационарлық үлгіде және үй жағдайында арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсетіледі. Түсінікті. Орталықта қанша қызмет алушы бар және оларды қанша жастан бастап қабылдайсыздар? Орталықта бүгінгі таңда 295 қызмет алушы бар, 1,5 жастан оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес және мүгедектігі бар анықтамасы бар 1,5 жастан 18 жасқа дейінгі адамдар аяқталу мерзімі біткенше арнаулы әлеуметтік қызметтер алады. Оңалту ем шараларынан кейін қызмет алушылардың жағдайы қаншалықты жақсарады? Оң динамика байқалатындар көп пе? Көп, кешенді көрсетілген қызметтердің нәтижесінде біздің қызмет алушылардың денсаулығында көптеген оң динамика байқалады. Атап айтсақ, мысалы, орталыққа жаңадан келген балалар қоштасу, сәлемдесу рәсімдері, өз-өздеріне қызмет көрсету дағдылары қалыптасады. Балалар әлеуметтікке бейімделіп, ортаға бейімделіп, қарым-қатынас дағдылары қалыптасады. Табандылық пен зейінділікке ие болады. Жалпы орталыққа келушілерге қандай мамандар қызмет көрсетеді? Орталықта бізде мұғалім дефектолог, психолог, логопед, тәрбиешілер, еңбек терапиясы жөніндегі инструкторлар, еңбек терапиясы жөніндегі инструкторлар және дене шынықтыру мұғалімі, емдік дене шынықтыру инструкторы, массаж мейіргерлері, сылап сипау мейіргерлері қызмет көрсетеді. Ал Парасат әлеуметтік қызмет орталығына қалай тіркелуге болады? Ол үшін не істеу керек, қандай құжат тапсыру керек? Парасат әлеуметтік қызмет орталығына тіркелу үшін арнаулы әлеуметтік қызметке мұқтаж жандар тұрғылықты жері бойынша аудандық жұмыспен қамту орталығына барып, өздеріне жаңағы танылған азаматтар құжаттарын өткізеді. Автоматтандырылған ақпараттар жүйесі ЕСАБЕЗ арқылы дерек көздері өткеннен кейін, құжаттары тіркелгеннен кейін мобильдік база арқылы ол кісілерге СМС хабарлама келеді. СМС хабарлама келгеннен кейін жаңағы мұқтаж жанның заңды өкілі электронды цифрлы қолтаңба арқылы әлеуметтік қызметтер порталында тіркеледі, немесе жаңағы ұйымды таңдайды. Қандай ұйымға бала баруын таңдайды заңды өкілі. Орталықтың негізгі қызметі түсінікті. Ал енді бұдан бөлек үкімет тарапынан қандай көмек, қолдау бар? Үкімет тарапынан ең бірінші барлық мүгедектігі бар жандар жәрдемақы алады. Және жаңа оңалтудың жеке бағдарламасы арқылы кепілденген мемлекет тарапынан тегін көмек түрлері бар. Медициналық, әлеуметтік, педагогикалық, жаңа кәсіптік бағдарлау арқылы көмектер алады.
жаңағы әлеуметтік кодексте жазылғандай, әр бала өзінің аңғарымы, диагнозына қарай әртүрлі медициналық құрал жабдықтармен қамтамасыз етілген. Жаялық жөргектер жатады, ортопедиялық аяқ киімдер жатады, тутор дейді жаңағы арбалар жаңағы үй жағдайында пайдаланатын далаға серуен арбасы болады, және инватакси деген бар. Сондай қызмет түрлерін алады үкімет тарапынан. Түсінікті. Ал мекеменің басқа ұйымдармен қарым-қатынасы қандай? Осы жөнінде қысқарақ айтып өтсеңіз. Мекеме барлық мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдармен тікелей байланыста. Жаңағы білім басқармасына қатысты оқу орындары бар, денсаулық сақтау басқармасына қатысты денсаулық сақтау мекемелерімен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасаймыз. Түсінікті. Ақпаратыңызға рахмет. Орталыққа келушілер тезірек оңалып кетсін дейміз. Еске сала кетейін, студиямен тікелей байланысқа қосылған Парасат әлеуметтік қызмет орталығының директоры Нұрғайым Дүйсенбаева болды. Біз жалғастырамыз. Тұрғындар көлік тұрағы мен ауласынан айырылып қалуы мүмкін. Қостанайда қайта жаңғыртылып жатқан аквапарк төңірегінде дау туды. Мәселе қалай шешілмек? Биыл Құрбан айт мерекесі 6 маусымда басталады. 5-і Арапа күні. Құрбандық шалудың шарттары қандай? Тікелей эфирде жаңалықтар. Қазақстан 450 ядролық сынақтың зардабымен әлі күнге дейін бетпе-бет келіп отыр. Елордада өтіп жатқан Астана халықаралық форумында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің ядролық сынақтардан шеккен зардабына тоқталды. Бүгінде 9 елдің арсеналында 13 мың ядролық оқтұмсық бар. Сарапшылар жыл өткен сайын оны қолдану ықтималдығы артып келе жатқанын айтады. Өз кезегінде президент Қазақстан бейбітшілік үшін кеңес үкіметінен мұраға қалған ядролық арсеналдан өз еркімен бас тартқанын еске салды. Әлемге ортақ проблемалар көтерілген жиын туралы астаналық әріптесі Маршат Әділжанғыз айтып береді. Астана халықаралық форумында сөз алған мемлекет басшысы геосаяси жағдай шатқаяқтап тұрған шақта ұжымдаса атқарылуы тиіс жұмыстарды тізіп шығып, Қазақстанның нақты позициясын жеткізді. Еліміз сыртқы саясатта жікке бөлінбей диалогқа келуді, кез келген елдің егемендігін құрметтеуді басшылық қалады. Сондай Қазақстан стратегиялық бағдарынан айнымайды, реформаларды тоқтатпайды. Біздің мақсатымыз айқын, барынша әртараптандырылған, инклюзивті және келешекке бағдарланған экономика құру. Экономикалық өсім орнықты болумен қатар, оның игілігі әр азаматқа әділ бөлінуге тиіс. Елімізді түбегейлі жаңғыртып, әділетті Қазақстанның негізін қалау үшін мемлекеттілікті нығайтуға көп күш-жігер жұмсап жатырмыз. Қазақстан таза энергия көздерін қолдау бағытында өте жақсы үлгі көрсетіп келеді. Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы бас хатшысы, Жаһандық жасыл даму институты ассамблеясының президенті Пан Ги Мун еліміздің орнықты дамуы мен климаттың өзгеруі мәселелеріне қосқан үлесіне қолдау білдірді. Айтуынша қоршаған ортаның нашарлауын бір ел өзі ғана шеше алмайды. Орталық Азия елдерінің жасыл дамуға, осы саладағы ынтымақтастыққа баса назар аударып отырғанына өте қуаныштымын. Қазақстанның энергетиканы дамыту және орнықты даму үшін үлкен әлеуеті бар. Бұл тұрғыда Қазақстан таза энергия көздеріне инвестиция салу арқылы өте жақсы үлгі көрсетіп келеді. Мұның бәрі табысты және жарқын болашақ үшін жақсы негіз бола алады. Елорда төрінде өткен форумға шетел үкіметтерінің басшылары, беделді тұлғалар, ірі бизнес өкілдері қатысты. Олар жаһанға ортақ проблемаларды көтеріп, шешу жолдары туралы ұсыныстарын ортаға салды. Іс-шараға арнайы Бахрейннен де делегация келген. Бұл форум мұнайлы мемлекет пен Қазақстан арасындағы экономикалық және сауда қатынастарын нығайтуға септігін тигізеді дейді делегаттың бірі. Бахрейн тарапы мұнай мен алюминий саудалауға ниетті, ал қазақтың еті мен мақтасынан үмітті. Туризм саласындағы қатынастарды дамытуға болады дейді спикер. Қазіргі уақытта Қазақстан үкіметі біздің елдер арасында қарым-қатынасты нығайтуға бағытталған өте маңызды шешімдер қабылдады. Қазір біз визасыз қатынаймыз. Бұл өте маңызды қадам. Жақында Алматы-Бахрейн рейсі қайта жанданады. Бұл рейс арада қарым-қатынасты одан әрі дамытуда үлкен рөл атқарады. Ұлыбританиядан келген қонақтар Қазақстанда инфрақұрылым, кен өндіру өнеркәсібі, электр энергетикасы салаларында үлкен әлеуеті бар дамушы ел деп біледі. Сондықтан қазақ тарапымен тәжірибе алмасуға дайын. Бізде Қазақстанның дамуына көмектесетін қажетті тәжірибе мен сараптама бар. Банк ретінде біз институционалды капиталды клиенттеріміздің қажеттіліктерімен байланыстырамыз. Мысалы, біреу теміржол желісін салғысы келсе, немесе алтын кен орнын игергісі келсе, біз қаржыландыруға көмектесе аламыз.
Қазақстан әлемде ресурсқа бай мемлекеттің бірі десе де қолда бар байлықты өңдеп іске жарату жағы кенже қалып отыр дейді депутат Еділжан Біршин. Дүние жүзінде ресурстарға байланысты талас тартыс көп. Сондықтан Қазақстан үшін бұл мүмкіндігі мол форум. Қазақстанның бір жаңа үлкен мүмкіндігі, жаңа айтып отыр, бізде тыныштық, біз барлық мемлекеттермен тең дәрежеде және оларға бірдей мүмкіндік беріп отырмыз. Сосын біздің енді транзиттік логистикалық потенциалымыз да жоғары. Бір жағымызда Ресей, бір жағымызда Қытай. Біз арқылы Еуропаға да, Азияға да шығып кетуге болады. Сондықтан осы мүмкіндіктерімізді жақсы пайдалануымыз қажет деп ойлаймын. Алдымызда келешектің түрлі сценарийі күтіп тұр. Бірі үміт ұялатады, бірі қауіп-қатерге толы деді президент. Бәріне ортақ өркениет жолын таңдаймыз ба, әлде жікке бөлініп құрдымға кетеміз бе? Оны үркердей топтың мәлімдемесі емес, көптің ауызбіршілігі шешуі қажет дегенді қоса айтты Қасым-Жомарт Тоқаев. Жаһан дүниежүзілік дамудың жаңа кезеңіне қадам басты. Бұл жолда адамдар арасындағы сенім, білім тәжірибемен бөлісу, халықаралық қатынастардың жаңа іргетасын қалайды. Ал Қазақстан бұл өзгерістерге үлес қосуға дайын деп сөзін түйді президент. Аршат Әділжанқызы, Данияр Умар, Алихан Өтеген, Алматы телеарнасы, Астана. Алматы қаласының әкімі Дархан Сатыбалды мегаполистің инженерлік инфрақұрылымын жаңғырту барысымен танысты. Шаһар басшысы алдымен алдағы жылыту маусымына дайындық жөнінде жұмыс кеңесін өткізді. Жиын барысында жауапты басқармалар, коммуналдық қызметтер мен мердігер ұйымдардың басшылары атқарылған жұмыстар мен инженерлік инфрақұрылым нысандарын жаңғырту жөнінде есеп берді. Қала әкімі желілерді жаңарту бойынша жүйелі жұмыстың маңызды екенін атап өтті. Ал кеңестен кейін мегаполис басшысы қаладағы маңызды инфрақұрылымдық нысандарды аралады. Тақырыпты әріптесім Гүлмарал Изатқызы жалғайды. Қала әкімі Дархан Сатыбалды жұмыс сапарын шаһардағы екінші жылу электр орталығынан бастады. Онда энергетикалық және қосалқы жабдықтарға жүргізіліп жатқан ауқымды жөндеу жұмыстарымен танысты. Жауаптылардың сөзінше бұл шаруа экологиялық және энергетикалық тұрақтылықты арттыруға бағытталған. Оның аясында электр және жылу қуатын арттырып, зиянды заттар қалдықтарын 93%-ға, ал көміртек ізін 38%-ға төмендету көзделіпті. У нас в работе сейчас находится 4 энергетических котлов. Бізде 4 энергетикалық қазандық жұмыс істейді. Оның біреуінде күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр, ал екеуі жоспарлы жөндеуден өтуде. Біреуі резервте тұр. Сондай-ақ 4 бу турбинасы жұмыс істейді. Оның да біреуі күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Одан соң қала басшысы Орбита аудандық қазандығына барды. Бұл нысан оңтүстік аудандарда. Орбита, Алмагүл шағын аудандарын және Асқаров көшесін жылу және ыстық сумен қамтамасыз етеді. Мұнда көлемі 2000 текше метр болатын 5 аккумуляторлық бак орнату жоспарланған. Қазір оның екеуі пайдалануға беріліпті. Жоба ең жоғары тұтыну кезінде де жүктемені теңестіріп, жылу тұрақтылығын арттыруға мүмкіндік береді екен. Бұдан кейін шаһар әкімі осыдан 53 жыл бұрын пайдалануға берілген оңтүстік қазандығын кеңейту барысымен танысты. Жобада жаңа қазандық цехының құрылысы, заманауи су қыздырғыш қазандықтар мен қосалқы жабдықтарды орнату қарастырылған. Біздің қазандықтың қуаттылығы 190 гигакалория. Қазіргі таңда жылыту маусымы аралығында жоспарлы жөндеу жұмыстарын атқарып жатырмыз, қарқынды өтуде. Болашақта қазандықты кеңейту барысында қуаттылығын 100 гигакалорияға жобасы жоспарлануда. Қала әкімі Бұқар Жырау, Масанчи, Ғабдулин, Байтұрсынов, Сәтпаев көшелер аумағында жаңғыртылып жатқан жылу трассасында көріп қайтты. Бұл желі 220-дан астам нысанда. Тұрғын үйлер, мектептер мен медицина мекемелерін жылумен қамтамасыз етеді. Биыл 1,5 шақырым құбыр ауыстыру жоспарланыпты. Жауаптылар жаңғырту кезінде ыстық су беру тоқтатылмайтынын атап өтті. Жұмыс сапары соңында Дархан Сатыбалды атқарылған жұмыстың сапасы мен уақытылы орындалуына тұрақты бақылау болатынын атап өтті. Гүлмарал Изатқызы, Рашидин Якупов, жақсылық тілеп берген, Алматы телеарнасы. Жалғастырамыз. Қостанайда қайта жаңғыртудан өткізіліп жатқан аквапарк төңірегінде дау туды. Себебі нысанның маңайында орналасқан көп қабатты үйдің тұрғындары өздеріне тиесілі аумақты босатуға мәжбүр. Яғни олар ауласы мен автотұрағынан қағылып отыр. Ал бұл мәселенің туындауына құны 9 миллиард теңгеге жуықтайтын жоба ауқымының кеңейгені себеп болыпты. Тақырыпты толығырақ тілші тарқатады.
Жаңартылып жатқан аквапарк пен оның маңайында орналасқан үйдің ара қашықтығы небәрі 12 метр. Қазір құрылысшылар мен тұрғындар ортақ бір ғана жолды пайдалануға мәжбүр болып отыр. Ал жақын арада бұл аумақ мүлде жабылуы мүмкін. Бұрынғы автотұрақ орны болса, құрылысшылардың қажетіне берілген. Одан бөлек тұрғындар іске жауаптылар қоқыс жәшіктерін үй терезесіне жақын қояма деп қауіптеніп отыр. По санитарной норме мы не можем его. Санитарлық нормаға сәйкес қоқыс жәшіктерін аулада орнатуға болмайды, өйткені бұл жер тым тар. Ережеге сай контейнерлерді алаңның өзіне орналастыруға да тыйым салынған. Мұнда өрт сөндіруге арналған 6 метрлік жол түседі. Ал бұл жер демалысқа арналған аймаққа айналады. Сонда қоқыс жәшіктерін қайда орнатамыз? Біздің үйде 35 пәтер бар, әрқайсысына кем дегенде бір көліктен. Сол себепті бізге шамамен 45-50 автотұрақ орны қажет. Ал аула ішінде жер жеткіліксіз. Анықталғандай, бұрынғы автотұрақтың жерін құрылысқа жауапты компания әкімдікке сатқан. Құжаттарында да еш олқылық болмапты. Ал тұрғындардың үйіне апарар жалғыз жолдың жағдайына келсек, оның орнына әкімдік жаңасын салуға уәде берген. Бірақ айналма жол түсетін жердің де жағдайы мәз емес екен. Вот тут мимо колышков огорожена будет территория. Міне осы маңнан кейін аулаға кіреміз. Қазір мұнда тұрғын үйге қажетті инженерлік желілер салынып жатыр. Одан бөлек алаңқайда шұңқыры көп, олар күннен күнге тереңдеп барады. Жағасы опырылып тұр. Шамамен бір апта бұрын бұл жерде кәріз суы жиналып тұрған еді. Жағымсыз иіс қолқаны қапқан болатын, қазір кетті. Ал жергілікті билік тұрғындармен мәселе бойынша келісу жүргізгендерін айтады. Автотұрақ орнында белгілеп қойыпты. Және жақын аралықта қоқыс жәшіктерін қоятын жаңа алаңқай пайда болмақ. На месте парковки проектом реконструкции. Қазіргі автотұрақ орнына өрт сөндірушілерге арналған жол салынады. Атап өтейік, біз жаңасының орнында белгілеп қойдық. Бұл жер телімі тұрғындармен бірге келісілген. Енді олар оны рәсімдеуі тиіс. Тұрғындар келісім туралы ештеңе естімегендерін жеткізді. Сол себепті сотқа жүгінбекке ниеттеніп отыр. Ал әзірге олар аквапаркке іргелес жерде қозғалыс толастамайтын аймақта тұруға мәжбүр болып тұр. Рүстем Айткарым, Елисея Тамашевская, Алматы телеарнасы. Биыл Құрбан айт мерекесі 6 маусымда басталады. 5-і Арапа күні. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы шет мемлекеттердің ғалымдарымен кеңесе келе осындай шешім қабылдады. Құрбандық шалудың шарттары қандай, қай мал түрін союға болады? Тілші тарқатады. Құрбан айт халқымыз үшін тек діни емес, рухани және әлеуметтік жағынан да маңызды мейрам. Бұл күні мұсылмандар құрбандық шалып, оның етін көмекке мұқтаж жандарға таратады. Бас мүфти Наурызбай Қажы Тағанұлы құрбан айттың кешірім мен қайырымдылыққа үндейтін мереке екенін атап өтті. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы биыл да елімізде онлайн құрбандық шалуға болатынын жеткізді. Ол үшін арнайы сайт іске қосылыпты. Расында құрбан сөзі жақын болу, жақындау деген ұғымды білдіреді. Бұл шынайы ниетпен Аллаға деген сүйіспеншілікті паш ететін мейрам. Осы жылы да елімізде құрбан шалу рәсімі офлайн және онлайн форматта өтеді. Діни басқарма халыққа қолай жағдай жасау мақсатында құрбан шалу рәсімін қашықтан өткізуге арналған құрбан.muftiyat.kz сайтын іске қосты. Дінімізде құрбандық шалу рәсімін басқа біреуге тапсырып, оны өкіл ете алады. Демек, онлайн форматта құрбандық шалуға тапсырыс бере аласыздар. Құрбан айт мейрамы жақындағанда ел арасында төрт түлікке сұраныстың артатыны белгілі. Осы орайда мал бағасының жайын көзбен көріп, шынайы ахуалда бағамдау үшін елордадағы базарлардың біріне жол тарттық. Құрбандыққа шалынатын малдың түрлері мен жасына қатысты талаптар бар. Құрбандыққа қой, сиыр, ешкі, түйе ғана шалынады. Қой мен ешкінің жасы 1 жастан, сиыр 2 жастан, түйе 5 жастан асқан болуы тиіс. Қазір бұл қой осы базардағы ең етті ұсақ малдардың бірі. Оның салмағы 30 келіге жуықтайды, ал бағасы 70 мыңнан асады. Кішкене биыл көтеріңкі болады баға, бірақ мынау құрбанға өте жарамды деп саналатын құрбандар міне, құлақ бастары бүтін, әрине жасына толық толған, ешқандай уайымсыз құрбанға шалуға жарамды құрбандар. Және де бұлардың бағалары 80-85 мың теңге тұрады, осы құрбандар. Бұдан да төмен кішілер, тоқтылар бар, олар 50-55-60-65 аралығында болады. Мысалға, мал сойғанда қойдың дені сау болу керек, көз соқыр болмау керек, аяғы ақсақ болмау керек, құлағы кесілмеу керек, дені сау мал сойылады. Оларды 3 мыңнан соямыз, әр басын. Ірі қара
7-8 мыңнан сойылады. Қазірдің өзінде базарларда қызу дайындық байқалады. Құрбан шалуға ниеттенген жұрт мал таңдап тапсырыс беріп жатыр. Астананың қаласындағы мал базарына алда енді алла бұйырса құрбан айт келе жатыр. Және де мына осы жерден қой малын алып, құрбандыққа шалып, садақа ретінде сойдырып жатырмыз енді. Бағалары көңілімізден шықты, ондай бір қатты қымбат деп ойламаймын. Айта кетейік, былтыр 40.778 мал құрбандыққа шалынып, 131 ет қабылдау пунктіне жиналған ет 137 мыңға жуық отбасыға жеткізілген еді. Ал биыл еліміз бойынша 60 орында құрбан шалу рәсімі өтеді. Мәди Бейжан, Нұрлан Өтеген, Әлихан Өтеген, Алматы телеарнасы, Астана. Бұйыл даңқты би жырау шешен Мөңке Тілеуұлының 350 жылдық мерейтойы республика көлемінде тойланып жатыр. Ал Алматыдағы ұлттық кітапханада түркі халқының Нострадамус атты ғылыми конференция өтті. Жиынға әдебиетті зерттеуші ғалымдар, академиктер қатысты. Ақын Бауыржан Жақып жырауға арнаған өлең жолдарын оқып, Мөңке биді тәпсірлеуден туған жыр атты баяндамасын таныстырды. Жыраудың толғаулары мен шешендік сөздері, еңбектері ұрпақтан ұрпаққа жалғасып сақталып келеді. Оның өттің жалғанай, шалқыма, қиқу дәурен күйлері Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық халық аспаптар оркестрінің репертуарында орындалып жүр. Мөңке бидің сөздерін, өсиет сөздерін заманмен байланыстырып, әрбір кезеңдегі орын алып отырған оқиғалармен байланыстырып зерттейтін болса, көп асыл дүниелер шығар еді. Өз баяндамамда бұны фольклор тану бойынша зерттеу мәселесін көтеремін деп отырмын. Себебі біздің мына кейбір толғаларымыздың өзі сөздерінің бәрі ауызша келіп жеткендіктен ортақ тұстары көп. Енді бұл баяндамалардың әрқайсысы Мөңкеден жеткен мұраны әр қырынан ашу. Оның мұрасының мән, мазмұнын, мағынасын жан-жақты таныту. Осымен бүгінгі айтарымыз тәмам. Егер бөлісер ақпарларыңыз болса, экранда көрсетілген нөмірге хабарласыңыздар, сондай-ақ әлеуметтік желідегі парақшамызда іске қосылып.